Зинаның алты қасіреті бар дедік. Оның үшеуі осы дүниеде, ал қалған үшеуі ақырет деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Я маашаран нас, уа жиналған қауым, иттақу зина." Зинадан қорқыңдар, мойындарыңда аулақ ұстаңдар. Саласун фид дуния. Оның үшеуі дүниеде, өмірлік дүниемізде. Уа саласун фил ахира. Қалған үшеуі ақыретте екендігін айтады. Дүниедегі қасіреті адамның бойындағы абыройдан жұрда етеді. Екіншісі, кедейліктен көз аспайтын пақырлыққа тап қылады. Үшіншісі, өмірін қысқа қылады. Ал ақыреттік азабы болатын болса, зардабы Алла тағаланың қаһарына ұшырайды. Өмірде, ақыретте адам баласы үшін ең ауыр зардап бұл адам Алланың азабына ұшырау. Одан артық қасірет жоқ ағайын. Есеп қысабы ауыр болады дейді. Алла тағаланың алдына барған кезде ешбір адам есеп қысапсыз қалмайды ағайын. Сол есеп қысабы ауыр болады. Ал ақыреттік үшінші қасіреті болатын болса, жаһаннам отына етпеттеп тастайды.